мындай сөз бар. Сонда бұл болған уақиға пайғамбардың заманында бір кісі бұны естіп алады да, бір кісі естіп пайғамбарымызға келіп айтты, біз әйелім бар, өзім өте кедей тұрам дегенде пайғамбар үйлен дейді. Олар екінші алады. Одан сайын кедей болады. Тағы келеді. Үйлен дейді. Үшінші алады. Үшінші келіншегі болады. Үш келіншегі бар, өзі бар, бала шағасы. Енді тақыр кедей болады, дымы қалмайды. Бұл енді сонда бұл қалай болды деп пайғамбарымызға келгенде үйлен дейді. Сол төртінші келіншек алады. Сөйтсе төртінші келіншегінің кәсібі бар екен қолында. Тігінші. Тігінші келіншек алады да анау үш әйелін үйретеді. Сонымен төрт әйел деген бұл ателье ғой, бұл айтқан, біздің заманда айтқанда. Дұрыс қой енді. Бір кішігірім цех бұл. Осылайша әлі кісі бай болып кеткен дейді. Соның енді бұл болған уақиға мысал болғанда Құран-ы Кәрим бір ақиқат. Егер бір адам кедей болса, үйленсе бай болады дейді. Мен керісінше айтар едім, яғни мен кедеймін десе, онда үйлен десін.